расымен білімді жастар ел болашағы деп үнемі айтып жатамыз. Бүгін біздің студиямыздың төрінде осындай жастардың бірі де бірегейі өздерінің жетекшілерімен келіп отыр. Бүгін біздің студиямызда қонақта Дамир Исергепов, Назарбаев зияткерлік мектебінің Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі және де дәл осы мектептің 10-шы сынып оқушылары Әсем Жарқынбаев және Осман Хабибуллаұлы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Енді сіздерге уақыт жоқ заманда уақыт тауып келгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізге келіп түскен ақпарат бойынша осы жақында жаратылыстану бағытындағы ғылыми жобалар сайысы ұйымдастырылған, өткен Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында ұйымдастырылған бұл байқауда сіздердің командаларыңыз 100% жеңіске жеткен. Бұл дегеніміз біздің өңіріміз үшін, біздің облысымыз үшін өте керемет, жағымды жаңалық. Енді осы жайында сөз қозғасақ. Осы қараша айының 1 менен 4 аралығында Алматы және Астана қалаларында Назарбаев зияткерлік мектептерінің желілік ғылыми жобалар сайысы өткізілген болатын. Сол сайысқа біздің мектебімізден 6 жоба ұсынылып, 6-ы да жүлделі орын алып келді. Яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші орындар. Негізінен олар өлкетану секциясы бойынша және қазақ әдебиеті, математика, информатика секцияларында қатысқан болатын. Бұл ғылыми жобалар байқауына барлығы қанша мектеп қатысты? Енді сіздер үздіктердің үздігі атанып отырсыздар ғой. Сонша команданың ішінен топ жарып шығу да қиын, оңай емес. Негізінен қанша команда қатысты? Негізінен бұл Назарбаев зияткерлік мектептерінің желілік ғылыми жобалар сайысы, ол республикалық ғылыми жобалар сайысының 2-ші кезеңі болып табылады. Осы орайда 21 Назарбаев зияткерлік мектебі қатысқан болатын. Яғни барлық өңірден, облыстан, аймақтан бас қосқан білімді жастар бақ сынасты деуге негіз бар. Айта кететін жайт, жаңағы бір мектептен бірнеше командада болуы мүмкін. 22 мектептен, мысалы біздің секция жайлы айтатын болсақ, өлкетану секциясында 11 жұмыс ұсынылған болатын. Немесе бір секцияға бір мектептен 2-3 жобада ұсынылуы мүмкін. Енді сіздер үздіктердің үздігі атанып, өлкетану секциясы бойынша жүлделі орынға ие болыңыздар. Мұндай жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы Қостанай облысындағы туризмді дамытудағы Торғай геоглифтерінің бір рөлі. Сіздердің ғылыми тақырыптарыңыз дәл осылай аталады. Не себептен бұл тақырыпты таңдадыңыздар? Не себептен осындай бағытты зерттеуге негіз болды? Сол жайында. Қазіргі таңда атап өтетін болсақ, туризм жалпы бүкіл елде жақсы қарқынды дамып келуде, бірақ біздің еліміздің тартымды табиғаты мен бай тарихына қарамастан бұл сала біздің елде мақтанарлық деңгейде емес. Мысалы ретінде қарастырсақ, шетелде экономикаға осы туризм саласының жалпы пайдасы 20% құраса, біздің елде бұл 3% көрсеткішті құрайды. Және де ғалымдардың айтуынша бұл Торғай геоглифтарының ашылуы тек Қазақстан аренасында емес, сонымен қатар бүкіл дүние жүзі алдында өте маңызды ашылу болып табылады. Сіздер бұл ғылыми жобаны жазарда арнайы экспедицияға бардыңыздар, зерттедіңіздер, өз көздеріңізбен көрдіңіздер. Осының барлығына қанша уақыт кетті? Жалпы экспедиция жаздың маусым айында жүргізілген болатын. Экспедиция барысында мысалы таңертең жолға шығып, Торғай өңірі бізден ондай жақын жерде орналасқан, сондықтан да барып келуге жалпы бір күн жұмсадық деп айтсақ болады. Бұл таңертеңнен кешке дейін жаңағы Торғай өңірінің геоглифтері бойынша экспедиция жүргізілген болатын. Бұл біз жаңағы Ағашты көлдегі, Үштоғайдағы және де айта кетер Құмкешудегі геоглифтер болып табылады. Соған жалпы 15-16 сағат деп айтсақ болады. 15-16 сағат. Жалпы толықтырып кетсем болады ма? Негізінен жаңа оқушылар айтып жатыр ғой. Бізде Назарбаев зияткерлік мектептерінде туған елге тағзым деген жоба бар. Сол жобаның аясында біз маусым айында Амангелді ауданының Үштоғай ауылы, сонымен қатар Ағашты көл, Құмкешу сияқты ауылдарға барып, яғни тарихи тұрғыдан экспедиция жасаған болатын біз осы геоглифтарды таныстыру мақсатында. Сол экспедицияның негізінде ұйымдастырылатын байқауға тақырып таңдадыңыздар. Міне осы жоба аясында оқушылардың қызығушылығы туындады осы тақырыпқа. Яғни тақырыпты оқушылар өздері ұсынды. Сіз оларды тек қана қолдадыңыз. Тақырып,
Аха. Енді ғылыми жобаларды білеміз, олар кезең-кезеңімен ұйымдастырылады. Бірінші мектептік деңгейде ұйымдастырылады, қалалық деңгейде, облыстық, республикалық деңгейде. Осы іс-шаралардың өту барысы жайында айта отырсаңыздар. Жалпы, егерде алып қарастыратын болсақ, республикалық ғылыми жобалар сайысы, оның өзі 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі ол мектепшілік кезең болып табылады. Біз мектепшілік кезеңнен өтіп, оқушылар, яғни екінші кезеңге аяқ басқан болатын. Екінші кезеңнің өзі бізде Назарбаев зияткерлік мектептерінде ол 2 кезеңнен тұрды. Яғни бірі онлайн тұрғыда, яғни оқушылар ғылыми жұмыстарын жаңағы таныстырған болатын. Одан кейін офлайн деңгейге 6 жоба ғана мектептен шыққан болатын. Ең соңғы мәреде олар 6 жобамен қатыса отырып, Алматыда, яғни Астана қаласында жүлделі орындар алды. Енді торғай геоглифтері қазіргі таңда қатты бір ерекше назарда зерттеліп келе жатқан тақырыптардың бірі емес. Сіздер бір жаңалық ашудағы бірінші жетекші азаматтардың бірі болып десек айтуға болады. Расымен де Торғай тобыл өңіріндегі тарихи жерлер өте көп. Расымен де тек қана геоглифтер ғана емес, сонымен қатар сол жердегі жерлерді, өзен, көлдерді де мысалы туризмге дамытуға болады, қосуға. Торғай геоглифтерін мысалы зерттеп болғаннан кейін осы тақырыпты дамыту мақсатында тағы да Торғай өңірін жалпы алу ойда бар ма? Әрине, біз жаңағы жобамыздың барысында сонымен қатар ұсыныстар да жасалған болатын. Жаңағы Қостанай облысындағы геоглифтер, Қостанай облысында туризм дамыту барысында. Біздің тақырып сол Торғай геоглифтер арқылы Қостанай облысында туризм дамыту. Және де бұл жерде біз Торғай геоглифтердің ғана емес, сонымен қатар біз толықтай туристік трофейлік аңшылық секілді аңшылық трофейлікті қоса арқылы, сонымен қатар жаңағы Торғай өңіріндегі біз білетініміздей көптеген тарихи объекттер де бар. Тарихи мәдени ескерткіштер объекттерге Торғай өңірі өте бай. Сондықтан да біз жаңағы комплекстік туристік аймақ жасау ұсынған болатынбыз. Енді өлкетану секциясы. Сіздер Торғай геоглифтерін ұсындыңыздар. Ал қатысқан 11 жобаның негізгі тақырыптары қандай бағытта болды? Естеріңізде болса. Әрине естерімізде бар. Бұл әрбір өңірден келгеннен кейін әрбір қала, әрбір өңірі өз өңірін зерттеген болатын. Мысалы, жаңағы көбіне Павлодардың жұмысы жайлы айтатын болсақ, сол Павлодар қаласындағы белгілі бір ескерткіштер бар, тарихи Совет үкіметінің уақытында салған. Және олар вандалдардың әсерінен қазір жою қалпында тұр. Осы жаңағы ескерткіштерді қайта қалпына келтіріп, осы ескерткіштен белгілі бір толыққанды объект жасау, толыққанды жаңағы объект жасауды ұсынған болатын. Сонымен қатар жаңағы оңтүстіктен келген жобалар жайлы болсақ, оңтүстік біз кесенелерге бай тарихи жаңағы. Және де көп сол кесенелер бойынша оларды таныту бойынша белгілі бір жұмыстар ұсынылған болатын. Сонымен қатар оңтүстіктен келген ерекше жобалардың бірі ол осы тасқа салынған сурет, яғни петроглифтер жайлы болатын. Мысалы геоглиф дегеніміз ретінде жаңағы жерді, топырағын қопырту арқылы жасалған тарихи объект болды болса, ал петроглиф бұл тасқа салынған суреттер. Және де осы петроглифтерді зерттеу жүргізілген болатын сонымен қатар қалады. Енді оңтүстік өңірден ұсынылған жобалардың бірі ол кесенелерді дамытуға, кесенелерді бір жарықтандыруға бағытталды деп отырсыздар. Расымен кесенелерді енді дамыту, олар туралы айту бұрыннан бері қозғалып келе жатқан тақырыптар, ал біздің Торғай өңіріндегі геоглифтер бұл қазылар алқасының бір ерекше қызығушылығын танытқан шығар. Олардың бір алған әсерлері қандай болды? Жалпы қазылар алқасында біз білеміз жаңағы Алматыдағы КЗНУ, Қазақстан ұлттық университетінің профессорлары болған болатын. Және де бұл шын мәнінде де өте жаңа тақырып болып табылады. Себебі оған дейін мысалы критерийлер бойынша новизна, актуальность деген бөліктері бар. Және де олар жаңағы бұл тұста оған дейін көп жылдар бойы дәл солай қазылар алқасының мүшесі болғандықтан осы жұмысты бірінші рет көріп, жаңағы геоглифтер жайлы бірінші рет естіп, шын мәнінде де мысалы сұрақтар қою барысында өз қызығушылығын көрсеткен болатын. Геоглифтер жайлы
толығырақ ақпарат сұрау арқылы жаңағы сайыстан кейін де диалог барысында мақтап жалпы осы геоглифтер шын мәнінде де перспективті объекттер екендігін атап өтіп қолдауларын білдірген болатын. Торғай өңірінде болмаса да сол өңірге аймаққа барып келгенде күйдешті дейсіздер ғой. Себебі айтып кеткен жұмыс барысында бізде толыққанды сайт жасалған болатын. Бұл сайт ішінде осы экспедиция барысында түсірілген дроннан түсірілген видеолар, сонымен қатар біз панорамалық суреттер арқылы бұл объекттің виртуалды турларын жасаған болатынбыз. Мысалы, виртуалды тур дегеніміз белгілі бір конкурсты басу арқылы айналып жаңағы бұл объектті толыққанды көрулеріңізге болады. 360 градус бойынша. Бұл мысалы 3 тағанның жайлы дәл ортасында әрбір қалаған адам соның дәл ортасына кіріп объекті толыққанды зерттелей алады. Керемет, кез келген адамға ондай мүмкіндік қарастырылған. Әрине. Енді Дамир мырза, қандай да бір жетістіктің жеңісінің артында қаншама сағаттық дайындық, ұйқысыз түндер бар. Осы ғылыми жобаны әзірлеу барысында, дайындау барысында қандай қиындықтар болды? Негізі қиындықтар ол ең бірінші зерттеу объектісінің. Мүмкін экспедиция барысында алып келген ақпараттар тәжірибе жүзінде жетпеген шығар. Мына жағы жетпей жатыр деген бір. Енді біз әртүрлі жолдан қарастырған болатынбыз. Негізінен басты қиындық ол ара қашықтық болып саналады. Негізінен зерттеу объектісі өте тым алыста орналасқан болатын. Сол себептен жолдың өз қиындықтары болды. Десе де жергілікті тұрғындардың, сол жердегі бизнес стартап жүргізіп жатқан тұрғындардың көмегіменен және жергілікті осы жерде рахмет айтқым келеді. Жаңағы Үштоғай ауылының сонымен қатар Ағашты көл және де Құмкешу сияқты ауылдардың әкімдері өз қол ұшын берген болатын бізге. Нәтижесінде сол кісілердің көмегімен бізде осы объектілерге бара алдық. Сонымен қатар қиындықтар қатты болды деп айта алмаймын. Өйткені біз зерттеп жатқаннан кейін әртүрлі бағытта қарастырған болатынбыз. Соның бірі Қостанай облысының мәдениет басқармасының тарихи мәдени мұраларды зерттеу, реставрациялау және сақтау коммуналдық мекемесінің қызметкері Дмитрий Дейменен кездескен болатынбыз. Ең алғаш рет осы торғай геоглифтерін тапқан сол кісі болып табылады. Тікелей сол кісінің өзінің ұсынған координаталардың негізінде біз осы зерттеу объектісін зерттеуге оңайырақ болды бізге қарағанда. Қиындықтар болды, тек қана бізде оқулықтармен, терең оқулықтармен жұмыс жасауда. Өйткені біздің мектебіміздің жүктемесі де жоғары болғаннан кейін үнемі келе бермейді, шығуға мүмкіндіктер бола бермейді. Десе де біз уақыт тауып ол мәселелерді шеше білдік. Бір сөзбен ізденіске толы бір жұмыс болды дейміз ғой. Әрине. Енді Әсем, Осман, сіздер бұрын сонда Торғайда болып көргенсіздер ме? Жоқ. Бұл алғашқы тәжірибе осы Торғай өңірі бойынша. Менде осы Торғай өңірінде бірінші рет болуым. Керемет, яғни бірінші рет бардыңыздар. Мысалы, Торғай өңіріне барғандар туған туыстарына барып жатады ғой, сіздер бірден зерттеуге кірісіп кеттіңіздер. Қызықты болды. Расымен егер де жоба қай кезде сәтті шығады, егер де оқушылардың өздерінің бойында қызығушылық танытатын болса, олар соны жеткізуге талаптанса, ниеттенсе, сонда ғана енді айтып жатады ғой, жүрекке жету үшін жүректен шығу керек деген сияқты. Сол себепті бұл жерде оқушылардың бастамасы өте маңызды болып табылады, расымен де. Осыған дейін басқа ғылыми жобаларға қатысып көрдіңіздер ме? Атап айтқанда, негізі біздердің бұл бірге жасаған ең алғашқы жобамыз болып табылады. Және де осындай ең көлемдісі және де ең нәтижелі жобаларымыздың бірі. Ең нәтижелі, ең көлемді жобаларымыздың бірі. Енді алда республикалық деңгейдегі ғылыми жұмыстар жарысы бар. Соған дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Дәл осы жобаны ұсынасыздар ма? Әлде мүмкін басқа бір тақырыпта, бағытта өздеріңізді көресіздер ме? Негізінен жоба ол Дарын ғылыми практикалық орталығының жобалар тізіміне тіркеліп қойған болатын. Сондықтан оны сайыстың талаптары бойынша, ережесі бойынша біз оны бұза алмаймыз. Сондықтан осы жұмысты одан әрі республикада таныстырамыз деген
ойдамыз. Керемет. Ал республикалық деңгейдегі конкурс ол жаңа жылдан кейін ұйымдастырылады. Ол нақты әлі уақытын айтқан жоқ, десе де сол республикалық, мана айтып өттім ғой, 4 кезеңнен тұрады деп. Сол 3-ші кезеңі ол тестілеу болады. Яғни балалар, Құдай қаласа, осы жақын арада география және Қазақстан тарихы пәні бойынша тестілеуден өтетін болады. Соның нәтижесінде егер жоғары нәтиже көрсетсе, онда ол республикалық ғылыми жобалар сайысының 4-ші ақтық мәресіне жетеді. Дәл осы ақтық мәреге сіздерге тек қана 1-ші орын алуға тілектеспіз. Енді студиямызға келіп жеткен оқушылар, 10-ші сынып оқушылары, білім алушылары, мүмкін алдағы уақытқа мамандықпен сіздер қалай айтсам, бір мамандық таңдап қойған шығарсыздар. Әрине, мамандықтың өзі таңдалмаған болса да, оның белгілі бір сфера таңдалған болатын. Жалпы айта кететін болсақ, бұл мен өзімді жаңағы Қай салада көресің? Жоқ, қай салада жаңағы юриспруденция деп қарастырған болатынмын. Жаңағы заң саласына толықтан кезіп өткен бұл өте қызық сала болып табылады. Көптеген құжаттармен жұмыс, осы геоглифтерді зерттеу барысында да құжаттармен жұмыс сияқты өте қызықты бөлік болып табылады. Сонымен қатар жалпы заңнама саласымен. Заң саласында өзімді дамытып, сала маманы болуға ниет бар. Ал Әсем, сіз? Мен өзіме тоқтала кетсем, 6-шы сыныптан бері мен өзімді IT саласында ғана көремін, және де келешекте осы мақсатқа қарай жұмыс жасауға дайындалып жүрмін. Ерекше бір дамып келе жатқан салалардың бірі. Қателеспесем, өлкетану секциясына ұсынған жобаларыңызда 2 жетекші болды. Осы орайда сізден бөлек 2-ші жетекшіге де шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Дәл осындай жобаны әзірлеуге үлес қосқаныңыз үшін бұл жерде сіздің де еңбегіңізді атап өткен жөніндеміз. Аликулова Марал Сейсенбековна, Қазақстан тарих пәні мұғалімі, менің әріптесім. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Расымен де осындай жаңалықтарыңызды біздің көрермендерге паш етуге, расымен де осындай білімді жастар, ел болашағын ойлайтын жастар, біздің туризмді дамытуға ниет білдіретін, үлес қосқысы келетін осындай біздің оқушыларымыз бар екендігі бізді қатты қуантады. Егер де ақтық мәреге республикалық сайыстан тағы да 1-ші орын алып келіп жатсаңыздар, біздің студия сіздер үшін ашық дегіміз келеді. Егер де айтар бір ізгі тілектеріңіз, ниеттеріңіз болатын болса, 1-ші камераға қарап жеткізсеңіздер болады. Көп рахмет. Жалпы шақыруыңызға рахмет. Өз тәжірибемізбен бөлісуге өте қуаныштымыз. Осы студияға шақырғандарыңызға рахмет, және келешекте біздің осы тәжірибеміз, біздің жетістіктеріміз келешекте өсіп келе жатқан оқушыларды, балаларды әрі қарай осындай ізденуге және де осындай жаңалықтар жасауға талпындырады деген үміттеміз. Расымен де сіздерге көп рахмет бізді шақырғандарыңызға. Көп жағдайда осындай ғылыми жобалар арқылы біз өзіміздің, жастарымыздың ел үшін қосып жатқан үлесін байқауымызға болады. Алдағы уақытта да ол үлес кеммесе азаймайды деген бе, керісінше аса түспек. Сол себептен мен ойлаймын, және де бір ескеретін жайт бар, осы орайда бәлкім Қазақстан Республикасының, яғни үкіметі көріп отырса, үкімет мүшелері көріп отырса, немесе облыстық әкімдіктің мүшелері көріп отырса, осы торғай геоглифтарын қорғау мақсатында тезірек әрекет етсек деген ұсыныс бар. Яғни дәл осы геоглифтар арқылы біз туризмді қолға аламыз. Сол себептен Қазақстан экономикасының дамытудың бір тиімді жолы ретінде қарастырсаңыздар деген үміттемін. Және де атап өтерлік, торғай геоглифтерінің қорғау ол тек қана туризм саласын дамытпайды, бұл сонымен қатар сырға толы торғай өлкесінің жаңа тарихы мен жаңа тынысын ашуға көмектеседі. Расымен де өкінішке орай 1-ші лекцияның меймандарымен сұхбатымыз логикалық қорытындыға келіп жетті.